Егер де сіз соңғы кезде өзіңізді мүлдем сезбей жүрсеңіз, энергияңыз төмен, шаршап жүрсеңіз, энергияңызды көтергіңіз келіп жүрген болса, онда осы эфирге лайк басыңыздар. Сонымен бірге бүгін эфир барысында біз сіздермен ғылыми трансформациялық медитацияны бірге жасайтын боламыз. Сіздің оянуыңызға алғашқы қадамдарды бірге жасайтын боламыз. Соңғы кезде көп адамдар не істейді, жаңағыны өздерін сезбейді, өзінің ойыма және өзінің қалауыма, әлде ол адамдар көбіне не істейді, жаңағы көбіне әйел қауымы, сымбат, қош келдіңіз. Өзіңізді егер де сезіп тұрсаңыз, осы жерде лайк басыңыздар эфирге. Сонымен бірге өзін не істейді, жоғалтып алдым деп ойлайды. Бірақ көп жағдайда ол адам өзін жоғалтқан емес, ол өзімен байланысты, өзінің сезімдерімен, өзінің жүрегімен естеген байланысты просто жоғалтып алған. Ол байланыс қай кезде жоғалады? Көп жағдайда біз өзіміздің энергиямызды, өзіміздің фокусымызды, өзіміздің қалауларымызды өзге адамдармен алмастырып тастағанда. Яғни біз өзімізді екінші орынға қойған кезде, өзге адамдар бірінші орында болған кезде, біз өзіміздің жүрегімізбен, Алламен дейміз, байланысты жоғалтып алып жатамыз. Әрине, оның барлығын ешкім жаңағы әдейі істемейді, оның барлығы біздің өсіп өнуіміз үшін, өзіміздің осы өмірдегі сабақтарымызды алу үшін, сіздердің, қазір осы эфирді тыңдап отырған, жігіттер болсын, қыз келіншектер болсын, қалай ойлайсыздар, сіздің өзіңіздің жүрегіңізбен байланысыңыз бар ма? Қандай байланыс? Қалай сезесіз сол байланыстың өмірде бар екенін? Маған келетін көп қыз келіншектердің айтатыны, мен өзіммен байланысты сезбеймін дейді. Яғни мен өзімді жоғалтып алғандаймын, өзімді іздеп жүрмін деген сияқты. Бірақ бұл жерде ешкім өзін жаңағы жоғалтып алған жоқ. Сіз өзіңізде өзіңіз барсыз, просто сізде сол өзіңізбен деген жаңағы байланыс естелген, қандай да бір басыңыздан өткен оқиғалардың салдарынан, қандай да бір өмірдегі кезеңдеріңізде өзіңізбен байланысты үзіп алғансыз. Ол дегеніміз өзіңізге жаңағы сену, өзіңді сезіну, өзіңнің қалауыңды білу, өзіңе сатқындық жасау, жаңағы өзіңнің интуицияң дейміз, жүрегің айтып тұр, бірақ сен өзіңді емес, өзгені тыңдап қойсың.